Омырауда бала емізіп жүрген сәбиі бар үйге қазақтар қонаққа түспеген. Басқа үйге барып түскен. Содан кейін оның себептері бар. Айталық, мына қазақтар келеді, тоқтайды ғой. Кім бар ау деп айғай салған. Сонда үйден ер азаматтар шығып, үйдің үлкендері шығып амандасқан, қонақты қарсы алған. Ал егерде үйде ер азаматтар жоқ болатын болса, ана сәби болатын болса, кішкентай сәбиін байқаса, ана әйел адам шығып сөйлессе, ер азаматтарың қайда деп сұрайды ғой. Сонда олар анда кетті, мұнда кетті деп әйелдің жалғыз екенін білсе, онда ол үйге қонаққа тоқтамайды. Жарайды, қарағым, рахмет, бір кесе су әперіп жібер деп сусынын ішіп, мына үйдің үлкендері, ауылдың үлкендері қайсысы, қай үйде деп сұрап алып, сол үйге кеткен. Екі жағдайда ол үйге қонбаған. Бірінші, жас сәби бар бала болса, келіншектің, онда ол үйге түспейді. Неге? Өйткені сәби кішкентай бала, оны қайта-қайта тамақ беру керек, қайта-қайта емізу керек, қайта-қайта астын ауыстыру керек. Оның күтім үлкен. Солай ғой. Сол келін, сонда жас келін, жаңағы сәби бар. Келген қонақты күтемі? Жоқ, баласын күтемі? Жоқ, үйдегісінің кешке жұмыстан кейін ата-енелерін күтемі? Сондықтан кімге ауыр болмасын деп ол үйге түспеген қонақ. Енді екінші жағдай, тағы да қонаққа түспейтін, қонбайтын ол үйге. Егерде үйде ер азамат жоқ болса, айтса, ол мына екі күнге мына көршінің үйіне кеткен, не болмаса басқа себептермен қалаға кеткен сияқты айтатын болатын болса, ол үйге қонақ қонбаған. Неліктен? Өйткені ер азаматы жоқ, жалғыз келіншектені бар үйге есі дұрыс адамдар, ер азаматтар қонбайды. Тіпті бөтен адам тұр ғой, құдай қонақ болып жүрген. Өзінің туған туысқандарында қайыны, қайнағалар келіп қалса, қонбайды. Не болмаса қонады, ана келін қасына қайын сіңлісін шақырып алады, қайын апайын шақырып алады, көрші келіншек шақырып алады. Вот сондай жағдайда ғана. Бізде қазір сол мына жақсы әдеттер, этика жоғалып бара жатыр. Енді келетте кейбіреуі қарайсың, қайыны болсын, қайын ағасы болсын, барып туыстан бір жерден қонақты келсе, сол үйге қона салады. Ана өзінің бауыры үйде жоқ болса да, ер азамат жоқ болса да, келін ғана жүрсе де, сол үйге қона салады. Ол әдепсіздік, қонуға болмайды. Бөтен ер азаматпен ана әйел адам, жас әйел адам бірге қалмайды. Осыны біз ұмытпауымыз керек. Бұл өте көңіл аударатын жағдай. Біздің ата-бабаларымыз әр нәрсенің орнын білген ғой. Тіпті егерде ол қайтал бір қатты боран болып жатыр екен, ол басқа үйге бара алмайды, танымайтын болатын болса, жеке тұрған үй болатын болса, 1-4 үй болатын болса, онда қонам деген жағдайда, ана күн түсінігі болмаса, ана қайын ағасының, болмаса қайыны қонам деп жатса, онда ана келін өзінің ақылдылығымен ана көршілерден біреуді шақырып алады, көрші келіншектерден. Не болмаса үлкен апаны шақырып алады. Соны әр нәрсенің жөнін біліп отырған. Оның бәрі білім ғой, әдеп қой, этика ғой, мәдениет қой. Қонаққа келу әдебі. Бір бөтен үйге барып қону үйі, өзің туысың болса да, біреудің үйіне барып қону әдептері бар. Соны біз ұмытпауымыз керек. Бұның барлығы ата-бабаларымыздан қалған. Бізге бәрін үйретіп кеткен ғой. Міне, әр жағдайда сөйлеу әдебі де, біреу қону әдебі де, тамақ ішу әдебі де, қай уақытта ол үйге қонбау керек. Соның бәрін ата-бабаларымыз бізге мұра қылып қалдырып кеткен ғой. Осындай үлкен білімді бізге мұра қылып қалдырып кеткен. Біз содан айырылып бара жатырмыз ғой, өкінішке орай. Шіркін-ай, тұнып тұрған білім ғой. Мына француздың ғалым айтқан ғой, мына 18-ші ғасырда, 17-ші ғасырда Қазақстанды аралағанда, мына халықты оқытудың қажеті жоқ. Бұлардың ырымдары, салт дәстүрлі, барлығы терең білім бар. Барлығы себеппен істеген. Себепсіз ешқандай ырым жоқ мұнда. Керемет білімді халық деген. Сол білімімізден, салт дәстүрімізден айырмасын Алла.